Армысыз құрметті көрермен, Азамат Ақсөйле бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгінгі біздің спикеріміз Нұр-Сұлтан қаласындағы Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрының басшысы Асхат Мақсымұлы. Асхат мырза, жалпы мынау пандемия жағдайында қазіргі театрдың жұмысы қалай жүріп жатыр? Әлемдегі осы ахуалды ешкім күткен жоқ. Себебі кез келген театр өнер ұжымының өзінің жоспары болған. Әрине сол жоспар өзгеріп жатыр. Жоспар тек мәдениет әлемінде емес, басқа да әлеуметтік салалардың барлығында өткізіліп жатыр. Бірақ дегенмен осы карантин кезеңі бізді көптеген ойлардың тереңіне бойлауға мүмкіндік берді. Ол деген сөз жалпы менің ұғымда да болатын, ол 20 ғасырдың басында да болды. Театр өнері жалпы адамзатқа керек пе, керек емес пе деген секілді. Сондықтан 3 ай спектакль көрмеген көрермендерге біз әрине сол өздерінің сүйікті актерлармен сұхбаттасуға, сырласуға, тілдесуге, сол өнердің басқаша бір қырынан, яғни бір көрерменмен ой бөлісетіндей актердің ішкі жан дүниесін, жан сарайын ақтаруға мүмкіндік алдық деп мен есептеймін. Себебі 40 күн бойы мен өзім спикер болып, тіпті жүргізуші болып, осы өнер адамдармен екі ортадағы алтын көпір болдым. Оның сыртында жалпы телеспектакльдер бұрыннан бар, әлемде де бар, ол Ресейде де бар. Сондықтан сол телеспектакльдерімізді ұсындық. Бірнеше күн бойы түсірілген арнайы телеспектакльдер. Оның сыртында мереке кезеңі қарсаңында біздің Қуандық Қыстықбаев, Қасым Қайсеновті керемет киноэкранда бейнесін жасаған Қасым Қайсеновтің монологтарын жеткізсе, Ролан Сейсенбаевтың Майдан әндері деген моноспектаклін 9 мамыр күні көпшілікке халық әртісі Тілектес Мейрамов ұсынды. Оның сыртында да жастар сол өздерінің әндерімен, жырларымен, бір бұрын көрінілмей жүрген қырларымен көрермендердің жүрегіне жол табуға ұсынды. Әрине жалпы актер қауымын театрды көрерменсіз елестету мүмкін емес. Бірақ қазіргі жағдайда енді Ресейдегі, Германиядағы, Франциядағы әріптестерімізбен ой бөлісіп отқан кезде оларда мемлекеттік емес жеке театрлар ғой. Жеке театрлардың актерларға беретін еңбек ақылары бар. Сол кезде олар әртүрлі осы формасын жасап жатыр. Соның біреуі мынау паркинг дейміз ғой, үйдің астарындағы жерде көрермендер машинадан түспей отырып, яғни көз алдында бір перформансты, бір тақырыпқа арналған адамның тағдырын арқау еткен қойылымдар ұсынып жатыр. Кім біледі, бәлкім болашақта біз енді жаңа театр ғимаратына көшеміз, ол жерде де мүмкіндік бар. Жалпы театрда эксперимент жасау бұрыннан бар. Қираған бір қамалдың орнында спектакль көрсету. Петербург деген атақты театр реформаторы бар. Сол Махаба Братта атақты мына үндінің эпосын өзеннің жағасында жасады. Арнайы көрермендерден өте алшақ жерде көрермен тамашалап, сыртынан сол бұрынғы өткен тарихи оқиғаға куә болады. Сондықтан осындай дүниелерге үйретті, етек жеңімізді жинауға үйретті, кез келген жағдайда біздің мобильді түрде дайын болуымызға үйретті. Сондықтан қазірдің өзінде осы спектакль қояр кезде оның телеверсиясы туралы, яғни онлайн нұсқасы туралы ойланатын болдық. Енді опера балетте бұл өте жақсы жолға қойылған, себебі кез келген Ла Скаладағы, Гранд операдағы, болмаса Берлин статс-опера, Метрополитен опера, бұл арадағы балеттер, опералық қойылымдар сол уақытта, сол сәтте әлемдегі көрермендерге ұсынылып жатады онлайн нұсқасы. Сондықтан драма жанрына да бізге осы тұрғыда ерекше ойлану керек. Себебі енді бұл арада сөз ғой, негізінен сөз құдіретін қалай жеткіземіз, сол сөздің энергиясы, қуаты, ойдың пластикасы көрерменге қалай жетеді. Әрине бұл тірідей көргенге жететін ештеңе жоқ. Себебі бұл жанды табиғи өнер, яғни көрерменмен сахнадағы актер бір-бірімен бір ерекше энергиялық қуат алмасу процесіне ұласады. Сондықтан әрине біз сол күндерді асыға күтіп отырмыз. Жалпы театр дегеніміз бұл руханият саласының бір ажырамас үлкен бөлігі ғой. Осы ретте алған кезде, жалпы сіз өзіңіз басшы ретінде емес, қарапайым бір көрермен ретінде алсақ, жалпы қазіргі қазақ театрлары мынау біздің халықтың рухани сұранысын дейміз ғой, рухани азығын қаншалықты бір қамтамасыз етіп алып отыр. Мысалға әлеуметтік желілерге, қазір бәріміз әлеуметтік желілердеміз, әртүрлі жағдайларды көріп жатырмыз. Кеше анау Атыраудағы бір ғана мысал, Атыраудағы бір жас жігіттің жаңағыдай бір өте бір құдай сақтасын бір жаман бір жағдай, жаңағы бір итті ұстап алып, жаңағы соның басына секіріп деген секілді, сондай бір халықтың ішінде бір дағдарыс бар секілді, рухани дағдарыс. Осы реттен алған кезде театр
халықтың сұранысын қаншалықты қанағаттандыра алып отыр? Меніңше, менің ұғымда театрға мемлекеттік деңгейде бір идея көтеруші орын, үлкен рухани құндылықтарды, әлеуметтік институттардың жүгін көтеретін бір қоғамдық трибуна ретінде қарамайынша, жаңағы қоғамдағы көптеген бір жағымсыз әрекеттер қайталана беруі мүмкін. Яғни бұларда мен айтатыным, театрдың бір функциясы бұл тәрбиелік функциясы, бір функциясы оның эстетикалық функциясы, эвристикалық функциясы бар, театрдың ақпараттық функциясы бар. Тіпті театрға келмей-ақ қойсын, бірақ сол театр арқылы сол ұлттың болмыс бітімін танитын болса, танымдық функциясы бұның өзі адамның санасына әсер етеді. Әрине, театр көтеретін дүние ең бірінші бұл адам танумен байланысты. Театр адам танудың нағыз рухани орталығы, ордасы. Сондықтан менің ұғымда жаңағы ұлт тәрбиесіне, елдің дамуына қозғаушы бір серпін беретін рухани құндылықтардың барлығы театр төрінде көрерменнің жүрегіне ой сыйлап жатады. Әсіресе жас ұрпақ келген қойылымдар арқылы өзіне тек қана бір тамсанып қол шапалақтап кету емес, өзінің бір жан сарайына үлкен бір рухани платформа сияқты темірқазық іспеттес бір дүниелерді алып кетеді өзімен бірге. Сондықтан адамзаттық құндылықтар міндетті түрде театр төрінен сөз сөйлеу керек, көрерменге бір үндеу жасап отыруымыз керек. Әрине, енді тарих дүниелерді қойған кезде біз сол өзіміздің ұлтымыздың тарихын көрсетеміз. Ал енді бүгіндегі қоғамда жайлаған әртүрлі әлеуметтік мәселелер бар. Ол мынау нашақорлыққа байланысты болсын, ол ұрпақ тәрбиесіне болсын, ол тіпті діни қазіргі ахуалдарға байланысты болсын. Бұның барлығы отандық драматургтардың тілімен міндетті түрде шығарма болып туындап, сахнадан жол салып жатады. Жалпы әдебиеттен театрдың бір айырмашылығы сол. Енді қазір сондай ұрпақ пайда болды. Әдебиетті көп оқымайтын ұрпақ пайда болды. Кеше де бұны Нұртөре Жүсіп өте керемет сенат мінберінен көтерді. Балаларды тәрбиелемейінше біз болашақ ұрпақты жоғалтамыз, яғни балалар әдебиетін дамыту. Сондықтан бұл бірінші қыры театр. Яғни әдебиет дегеніміз сол Бердібек Соқпақбаевтардың Менің атым Қожасы, балалық шаққа саяхаты, болмаша Сайын Мұратбековтың, Әкім Таразидің, Мұхтар Махауиннің Тазының өлімі. Кез келген дүниелердің барлығы бұл Төлен Әбдіковте де бар, Дулат Исабековте де бар, барлығында бар. Осыларды театр арқылы шығарып отырсақ, әдебиеттен бір айырмашылығы сол, сахнадағы тірі актер арқылы баланың жан сарайына, санасына сілкініс әкелеміз. Сондықтан меніңше театр өзінің сол әлеуметтік институттың жүгін арқалайтындай функциясынан әлі айнаған жоқ, сол биігінен түскен жоқ. Және осы бір сәтте айтарым, театр тек қана осындай бір эстетикалық мәдени құндылықтарды ғана емес, сонымен бірге қоғамның рухани иммунитетін бағыттап отыратын, жүйелеп отыратын нағыз адам танудың орталығына айналуға тиіс. Және дәл қазіргі уақытта бұл керек міндетті түрде. Қазір енді биыл Абай атамыздың мерейтойы деп жатырмыз. Әл-Фарабидің атаулы датасы бар, одан кейін Алтын Орданың атаулы датасы бар. Жалпы осы іс-шараларға қандай жоспарлар жасалған биыл? Біз қандай сахнадан көріністерді көре аламыз? Жалпы Абай, Хакім Абайдың адамзатқа айтқан ойы, елге қалдырған үлкен әдеби рухани мұрасы бұл мерейтойлармен есептелмеу керек. Себебі сонау 1940 жылдан бастап сахналанған сол Мұхтар Әуезовтің Абайы, алғаш сахналаған Асқар Тоқпанов, Абайдың алғашқы сахналық көркем бейнесін, кинодағы образын жасаған Қалибек Қуанышбаев, біздің театрымыз Қалибек Қуанышбаев атында, Абай тақырыбы бір сәт сахнадан түскен емес. Себебі әрбір режиссер, әрбір буын сол өз абайын іздейді. Өз абайынан сол өз уақытының шындығын іздейді, ақиқатын іздейді. Сондықтан Абай өміршең, Абай актуальды дүние, Абайдың өміршеңдігі сол әлгінге дейін өзінің өзектілігін жойған жоқ. Сондықтан осыдан 11 жыл бұрын сахналанған біздің Абайымыз бар, өзіміздің Мұхтар Әуезовтің Абай. Бұл Абайда бізде екі Абай, аға Абай және сол күрескер Абай, бірін тілектес Мейрамов сомдайды, бірін Нұркен Өтеулев пен Сырым Қашқабаев кезектесіп сомдайды. Меніңше әсіресе биылғы жылы сол Абайды көріп танушы оқушылардан, студенттерден бөлек мемлекеттік қызметшілер көбейді. Сенаторларымыз, мәжілісмендеріміз жиі келеді. Себебі ол екі актілі қойылымда
абай дүниесі молынан ашылады. Яғни планетарлық масштабтағы абаймен сол елдің ортасынан сонау жидебайдан шыққан абай сол халықтың ортасында қандай дүниелер оның жанын жаралады, қандай дүниелерді ұрпағына аманат етіп қалдырды, осылардың барлығымен көрермен сырласады. Сондықтан абай қойылымы биыл біз жаңа театрымыздың ғимараты ашылайын деп жатыр. Еуразияда аналығы жоқ театр. Ол театр міндетті түрде Қалибек Қуанышбаевтың паспорт іспеттес дүние осы абаймен ашылуы тиіс. Сондықтан қазір біз соған арнайы қойылымның шығармашылық сахналаушы тобын тағайындап күні түні жұмыс жасап жатырмыз. Сосын екінші бір дүние биыл волонтерлар жылы ел президенттің жарлығымен. Сондықтан өнерде де руханиятта да осындай рухани волонтерлар жүру керек. Менің ұғымда біздің Нұркен Өтеулов сол рухани волонтер ретінде өзін көрсетіп, абайдың қара сөздерінің, өлеңдерінің негізінде жан деген моноспектакльді сахналады. Бұл арада енді адамның санасына әсер ететін рационалдық театрдың элементтерімен қаруланған дүние. Сосын жаңа ғана өзің айттың, Алтын Орданың 750 жылдығы, сол бізде Абылайхан туралы қойылым бар, Абылайхан туралы екі бірдей қойылым бар, сонымен бірге Кенесары туралы қойылым бар. Енді кезінде бұл түркітілдес театрлардың фестиваліне қатысқан қойылым, тіпті түрік тілінде де Түркия көрермендеріне жол тартқан қойылым. Сонымен бірге сол қазақ хандығының тарихында, жалпы қазақ тарихында хан ана деген есімге атауға ие болған, Әбілқайырдың жары болған, ақылымен, парасатымен, тіпті Ресей императивісін таңдандырған, тамсандырған әрі қолбасшы, әрі көсем, әрі сөзге шешен Бопай ханым бар. Сол Бопай ханым туралы белгілі жазушы драматург Роза Мұқанова арнайы қазір тапсырыспен тарихи драманы дүниеге әкелді. Бұйыртса желтоқсан айында осы қойылымды да ұсыну ойда бар. Әрине Әл-Фараби туралы Шахмет Құсайыновтың дүниесі бар, бірақ қазіргі уақытта сол Талғат Теменов арнайы Әл-Фараби туралы драма жазу үстінде. Сондықтан мен ойлаймын, ұлыларымызды ұлықтай отыруымыз керек. Әрқашан ұлыларымызды дәріптеп отыруымыз керек. Себебі рухани кеңістіктегі бұл тұлғалар әлі сол ұрпаққа айтатын өзінің болмысымен, бейнесімен, тіпті рухани келбетімен айтатын ойлар көп. Сондықтан сол рухани тұлғаларымызға тағзым ететін биыл ерекше жыл болып жатыр. Яғни қазақ театры осыған дейін де мынау Хакім Абайды насихаттауда, жаңа қазақ тарихына қатысты кейіпкерлерді насихаттауда белсенді жұмыс жүргізіп келе жатыр. Жүргізіп келе жатыр және жүргізе де береді. Жалпы мен режиссер ретінде, осы сахнаның санаткері ретінде осындай бір ой толғандырады. Абайдың бүкіл қара сөздерін сахналауымыз керек. Бұл енді осы бір алдағы 2-3 жылдың еншісінде арнайы мәдениет және спорт министрлігіне жоба ретінде ұсынғалы отырмын. Неге? Себебі Абайдың қара сөзінің өзі бір спектакльдің жүгін көтереді. Яғни біздің президентіміз осы қаңтар айында шыққан атақты Егемен Қазақстандағы мақаласында Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан деді ғой. Енді әрбір салада біз Абайды көрсетуіміз керек, ал Абайдың қара сөздері бұл тұнып тұрған біздің өмір сүру темірқазығымыз, өмір сүру салтымыз болу керек. Ондағы көтерілген актуальды дүниелер өнер тілімен, сахна тілімен көрерменнің санасына ой тастау тиіс. Сондықтан міндетті түрде сол қара сөздердің әрбірлігін жас режиссерларды шақырып, орта буын режиссерлар, әрбір актерлар шығып, сол көрерменге жол тауып жатса, мен ойлаймын, біз Абайды театр әлемінде таныта аламыз. Әрине, философияда, тарихта, әдебиетте, поэзияда, әртүрлі салада Абайды таныту жүріп жатқан кезде, тіпті дін саласында, әлеуметтік салада, ал біз осы театр әлемінде Абайдың қара сөздерін, Абай өлеңдерін мейлінше көбірек сахналауымыз керек. Осы біздің мәдениетімізді, байлығымыз дейміз ғой, рухани байлығымыз. Соны әлем халықтарына көрсету жұмыстары қаншалықты жолға қойылған? Меніңше жақсы жүріп жатыр. Себебі бір 2-3 мысал айтқым келіп отыр. Астана опера сахналаған Абай операсы қазір үлкен бағаға ие болып отыр. Келген шетелдіктер бәрі тамсанады. Енді драманы былай қойған кезде операдағы Абай, ондағы режиссерлік шешім, ондағы қойылымның біртұтас көркемдік шешімі ерекше шешілген. Сондықтан осы күз айында осы Абай операсымен үлкен театрға, Мәскеудегі атақты, енді әлемдегі ең үздік театрлардың қатарына кіреді ғой. Абай бара жатыр.
Абай ол арада қазақша ән айтады. Абайдың бүкіл әндері хормен, әрине аудармасымен болады. Сондықтан бұл бір деп қойыңыз. Екінші кезекте осы Абай қойылымын Абай атындағы опера балет театрда жиі шетелде сахналап көрсетіп жүр. Сосын мысалға биыл Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттері Дубайда өткен халықаралық үлкен студенттердің театр фестиваліне осы Абай өлеңдерін, Абай әндерінің негізінде шағын жас Абай деген қойылыммен барды. Сондықтан осындай мысалдарды көбірек келтіруімізге болады, Абайды көбірек танытуымыз керек. Және бір ғажабы, Абайды ағылшын тілінде сахналау керек пе, керек емес пе, ол болашақтың еншісінде. Бірақ Абайды біз сол қаймағы бұзылмаған қазақ тілінде жеткізуіміз керек. Қазір енді мынау Димаш баламыз Абайдың қара сөздерін өзімнің бойтұмарым сияқты ұстаймын деді. Абай өлеңдері маған күш береді деді. Сондықтан Қытайда, Бразилияда, Америка құрама штаттарында, тіпті Ресейде, Еуропа елдердің көпшілігінде Абай демеушілердің арқасында шет тілдеріне аударылып жатыр. Яғни әлемнің Абайға деген қызығушылығы, Абай мұрасына деген қызығушылығы осындай қызып тұрған шақта біз театр, кино әлемі, телевизия әлемі осыны дәл темірді қызған кезінде соқтайды, өзекті кезінде пайдалануымыз керек, көрсетуіміз керек. Және мен ойлаймын, Абайды балет тілінде де көрсетуіміз керек, Абайды мюзикл тілінде де көрсетуіміз керек, Абайды анимация жанрында да көрсетуіміз керек. Яғни өнерде қандай жанрлар бар, сол Абайды жеткізумен айналысуымыз керек. Әрине осыдан 6-7 жыл бұрын шығарылған Абайдың да өзінің бір керемет көрерменге сыйлайтын дүниесі болды. Мен оны айтып отырған, Германияда Абай неміс тілінде сахналанды. Яғни неміс операсы Абайды қойды. Және осыдан бір 10 жыл бұрын өзім куә болған дүние, ол Иван Вырапаев деген Мәскеудегі ресейлік атақты режиссер Абай өлеңдерінің негізінде объяснить деген үлкен ұқтыру, түсіндіру, яғни осындай бір қойылым қойды. Мен ол қойылымды көрдім, ол Мейерхольд атындағы театр орталығында сахналанды. Сондықтан меніңше Абай әлемге есік аша беру керек. Енді түркі тілдес халықтарда Абай қойылып жатыр, өзбектерде бар, мынау Түрксой арнайы мұрындық болып қойып жатыр. Біз енді ресейліктерде қойып жатыр Абайды. Біз әлем кеңістігіне ешкімге ұқсамайтын Абайды, Абайдың көзқарастарын, Абайдың адамзатқа ортақ тұлға екендігін, осы бір бейнені, осы бір образды алып шығуымыз керек. Абай адамзаттың жүрегіне жол тапқан. Және біздің Қазақстанның қазіргі мемлекеттік идеясының да жүгін Абай көтеріп тұр. Яғни адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дейді. Сондықтан біздің мемлекеттің де толерантты қазақ қоғамының да көтеріп отырған жүгі сол ғой. Бұл біздің қанымызда бар. Осы Еуразия құрлығын мекен еткен ұлы даланың тамыр тереңде жатқан құндылығы сол. Абай айтқан құндылық адамзаттың барлығын бауырымызға басқымыз келеді. Біз әлем сүйгіш, бейбітшілік сүйгіш сондай бір халықпыз. Асхат мырза, жалпы сіз бір қатар орындарда басшылық қызметте болдыңыз. Жалпы өнер адамдарымен жұмыс жасаған қаншалықты қиын? Жалпы өнер адамдарын басқарған қиын ба? Енді әрбір өнер адамы тұлға деп есептейтін болсақ, олардың жүрегіне сол жеке өзіне тән индивидум ретінде қарап жол табу керек. Мен соны түсіндім. Әрине өнерде 3 буын болады. Өнерде дәстүр жалғастығы деген болады. Сондықтан мен аға буынмен де жақсымын, орта буынмен де жақсымын, жас буынмен де жақсымын. Асанәлі Әшімовпен де сырласам, Сәбит Оразбаевпен жиі сөйлесем, Есмұхан Новаевпен сөйлесем, театрдың аналарымен жиі пікірлесіп сырласып отырам. Орта буын біздің замандастарымызбен жиі сұхбаттасамыз. Сұхбаттың басты тақырыбы сол театр әлемін әлемдік кеңістікке қалай алып шығамыз. Сондықтан өзімен идеялас, мұраттас, рухтас жігіттер олар өте көп. Және жас буынмен де мен өте доспын, себебі мен ұстазбын. Қазір биыл 4-ші шеберханамда ашқалы отырмын. Оларда да сол қазақтың үкілі, үміті, аяулы, арманы іспеттес жас өнер адамдар өсіп келе жатыр. Олардың да жүрегіне жол тапқым келеді. Сондықтан енді мен өзімнің осы басқару ісімде әрине 2 бағытты ұсынам. Ол өзіміздің тамыр тереңде жатқан ұлттық тәрбие, тағылым бар. Және мен енді Еуропа кеңістігін 3 жылдай танып оқып келген адаммын магистратурада. Бұл да бар. Себебі мен әлемдегі режиссерлармен
режиссерлармен, менеджерлармен, драматургтермен, ұстаздармен, театр педагогтармен араласып отырамын. Сондықтан менің өзімнің жұмыс жасау кәсіби ісімде осы екі менің құстың қос қанатындай, біреуі менің ұлтымның дәстүрі құндылығы, екіншісі әлемдік бір кәсіби жетістіктер, әлемдік бір кәсіби өнердің ұстанымдары осы мені алға жетелеп келе жатыр. Мен енді жұмысым үшке бөлінеді ғой. Біреу осы директорлық, басшылық жұмыс, ұйымдастырылық жұмыс, екінші жұмысым менің режиссерлік, шығармашылығым жұмысым, үшінші жұмысым менің ғылыми, ұстаздық, педагогикалық жұмыс. Осы үш жұмысты мен үйлестіріп, сөйтіп алып келе жатырмын. Үшеуінде бір-бірінсіз көз алдыма елестете алмаймын. Әрине кейбір кезде сұрақ қойылып жатады, қалай сіз үлгересіз бір-бірінен ауысып деп. Себебі жылына мен бір-екі міндетті түрде қойылымды сахналап тұрамын. Оның сыртында театрландырылған концерт қойылымдарға атсалысам, сценарист ретінде, режиссер ретінде. Яғни менде әрбір жұмысқа келген кезде сол ой концентрациясы болады. Сондықтан кезінде Герольд Беллер жазушымыз айтқан екен, Герағаң. Гераға сіз қалай орыс тілінен неміс тілінен қазақ тіліне ауысасыз деген кезде айтыпты, егер мен неміс тілінде шығарма жазатын болсам, сол күні түнде мен Гетемен тілдесіп ұйықтаймын. Таңертең сонда неміс тілінде ойымды ірікпей жазам. Ой пісіп тұрады. Ал енді орыс тілінде бір жұмыстар жүргізетін болмаса аударма жұмысымен айналысатын кезде мен сол күні түнде Бунинмен сырласам депті. Ал қазақ тілінде жазатын кезде маған Аймауытовтың нағыз қаймағы бұзылмаған керемет ұлттық тілі ұнайды. Сондықтан мен Аймауытовпен сөйлесем, тілдесем, сосын таңертеңіне ақ қағазға маржандай тізілген қазақтың керемет әдеби нормаларға сай көркем сөзі тізбектеліп түсіп жатады деп. Сондықтан менде де сол Герағаңның ұстанымы әрбір жұмысыма келер кезде сол жұмыстың құрылымы негізінде қараймын. Сол жұмыстың рухы мені өзі алып сүйемелдеп шығады. Жалпы Асхат мырза, сіз жақсы білесіз, жалпы бір қойылымды сахнаға шығару үшін оған қаншама команда жұмыс істейді. Оның жаңағы әртістердің жаңағы киетін костюмдерінен бөлек оның қойылымы бар, ондағы текст, мәтін, ондағы актерлік шеберлік деген үлкен бір жұмыс қой. Енді нарық деген дүние бар. Қазір енді шын айту керек, мысалға бір әншілер бір әнді жазып, жаңағы аты шығып жатады. Бір әнмен бір ондаған, одан да көп сахнаға шығып, жаңағы өзінің өнерін көрсетіп жатады. Осы тұрғыдан алған кезде сіздің өнер адамы ретінде қандай пікірдесіз? Жалпы сіздің театрдың қызметкерлерінің жағдайлары қандай? Жағдай қиын деп айтсақ, дүние өзгеріп кетпейді. Әрине, әлемнің мықты мемлекеттермен еңбекақыны салыстыруға келмейді. Дегенмен, мемлекет басшысы осы актерлардың, режиссерлардың, театр суретшілердің, жалпы театр өнер мамандарының бүкіл мамандығының қиындығын, олардың еңбекақысын осы тәуелсіздік алған жылдарда көтермеген есептей келе, 20-шы жылдың қаңтарынан бастап біздің еңбекақымыз өсті. Яғни республикалық деңгейдегі театрлар 50%-ға өсті, еңбекақысына 50% қосылды, ал қалалық облыстық театрлар 30-35%-ға өсті. Бұның өзі үлкен серпін берді. Яғни материалдық қолдау әрине ол кез келген өнер адамын қамшылайды, құлшындырады, қанаттандырады, сондықтан қанаттанды. Оны жасыра алмаймыз. Сол қанаттану енді ары қарай өнерде үлкен бір сүбелі жұмыстарды жасауға итермелейді. Себебі расында да театр бұл ұжымдық өнер. Бұл арада егер жазушыны біз жеке индивид ретінде, суретшіні жеке индивид ретінде қарайтын болсақ, театр негізінен коллективтік өнер. Ол сол әу баста пайда болған ежелгі Греция, Рим театрларынан бері солай. Драматург, актерлар, режиссерлар, сахна суретшілері, композитор музыка жазатын, грим суретшісі, жарық қою суретшісі, реквизит жасаушы, бутафор, енді небір мамандықтарды 20-ға жуық тізіп айтуға болады. Солардың барлығының маңдай терінің төгілетін тұсы көрерменге сапалы, төрт аяғын тең басқан жорғадай мықты қойылымды ұсыну. Сондықтан театрда ең бірінші
жаңағы айтып тұрмын ғой, негізінен рухтас мұраттас адам жұмыс жасау керек, бір идеяға күресетін. Сонда шығармашылық тандем, шығармашылық үйлесім болған кезде, жаңағы біз айтқандай, көркемдік деңгейі биік қойылымдар пайда болады. Сондықтан мысалға театр өнерінде реформа жасаған, 30 жыл бойы қазақ театрының бір алтын дәуірінің тарихын жасап кеткен халық қаһарманы Әзірбайжан Мәмбетов болды. Әзірбайжан Мәмбетовтің жанында қандай шығармашылық орта болды. Сондықтан сол орта кезінде Мәскеуге, Иранға, Францияға керемет біздің ұлттық інжу-маржан іспеттес классикалық, әлемдік классикалық қойылымдарды алып барып көрсетіп отырды. Сондықтан қазіргі таңдағы осы біздің мақсат мұратымыз да сол, әлемнің театрларымен тереземіз тең ретінде сөйлескіміз келеді. Оған бүкіл біздің потенциалымыз бар. Біздің Қазақстандағы актерлік мектеп, режиссерлік мектеп, сценографтардың мектебі. Бұның барлығы керемет тамыры мықты, өзінің кәдімгі театр педагогикамыздың, өзіміздің ұлттық сахна өнерімізге сай ерекшеліктерді реттей отырып, сөйтіп дайындаймыз. Сондықтан қазір бізде актер да бар, режиссер да бар. Мысалға бір ғана мысал, сол Петропавлдың кезінде саз колледжін бітірген, сондағы актерлік мамандықты істеп, Сәбит Мұқанов театрында жұмыс жасаған Самалы Ислямова кейін ГИТИСті бітіріп, қазір Канн фестивалінің тарихында осы бұрынғы кеңестер одағы мемлекеттерінің арасынан бірінші болып ең үздік әйел адам бейнесін жасады. Бұның өзі дәлелдейді біздің топырақта қандай театр мектебінің, кино мектебінің қалыптасқандығын көрсетеді. Қазіргі таңда біздің ақтөбелік тағы да бір жас дарынымыз Гүлназ Балпейісова Вахтангов атындағы Мәскеудегі атақты академиялық орыс драма театрында қоюшы режиссер, актриса болып еңбек айтып жүр. Сондықтан бұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Біздің суретшілерімізді сыртқа қазіргі таңда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері София Тасмағамбетова мен Павел Драгунов театр суретшілері Еуропа театрларында қойылым сахналап жүр. Сондықтан бізде ешқандай бір комплекс бар деп мен ойламаймын. Менен кейбір кезде сұрап жатады, жалпы осы қазақтың актерлік мектебі мен Ресейдің, болмаса әлемнің актерлік мектебінің ерекшелігі не деп. Мен айтар едім, жалпы әлемде екі мектеп бар. Кейіпкер жандылық мектебі, кейіпкер сындылық мектебі. Сондықтан біздің қазақ театрларының актерлік техникасы осы екі мектептің алтын жігін дәл ортасын тапқан. Яғни эмоционалдық мектептің де, рационалдық мектептің де ең керемет тәрбиелерін, элементтерін бойларына жинаған. Мен тағы да сөзімді қосқым келіп отыр. Осы Әміре фильмін Америка құрама штаттарынан келген режиссерлар мен европалық жаңағы киногерлер түсірді. Бұл фильм негізінен Рига қаласында түсірілді. Себебі Әміренің Париждегі өмірін көрсететіндіктен. Сондықтан сол жерде Әміре фильмінде Мұстафа Шоқайдың бейнесін сомдаған Еркебұлан Дайыровтың ойынына шетелдіктер ерекше таңдай қағысты, таңғалысты. Мынау қандай керемет, актердің амплуасы қандай, бұның ішкі психологиялық иірімдері қандай рөлді сомдап жатқандағы деп шетелдіктер таңғалды. Қай мектепті бітірген? Әрине Қазақстанның мектебін бітірген. Ержан Нұрымбетов туралы Захар фильмі, украиндықтар мен ресейліктердің біріккен фильмі, жобасы. Сондағы рөлі қандай екеуінің де. Сондықтан бізде театр әлемінде өнер жалғастығы, дәстүр жалғастығы әбден жолға қойылған. Сондықтан аға буын біздің корифейлеріміздің, метрларымыздың сол эстафетасын жалғастыратын керемет жас буын өсіп келе жатыр. Олар қысыр сөзден, бірін-бірі көре алмаушылықтан, күндестік деген нәрселерден ада, саф, ойлы, жан сарайлары тап-таза жігіттеріміз бен қыздарымыз өте көп. Және мақсаты да көп, рухы биік азаматтар. Яғни олардың мақсаты да сол, Абай атамыз айтқандай, қазағын сол әлемге танытқысы келеді. Әлемдік рухани көшке ілескісі келеді. Мен сол мақсаттарына, мұраттарына риза болып, сол басшы ретінде, ұстаз ретінде, режиссер ретінде әрдайым қолдау білдіріп, сол рухани доданың ортасына жүргеніме сондай өзімді бақытты сезінемін. Асхат мырза, олай болса, мынау рухани ағартушылық жолындағы еңбектеріңізге тек сәттілік тілейміз. Уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін көптен рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің кезекті шығарылымыз тәмам. Ел аман болсын, ел ағалары аман болсын.